Nağırdan assalamu alaikum. Hurmatlı Bishkek Xabar YouTube kanalının көрүүчүлөрү, мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 31 октябрь 2021 жыл авторунда Бишкек Рио Муна базары. Каналга жазылып, биз менен базар баасын билип туруңуздар. Немет уналардын экинчи бөлүгү башталып жатат. Базар кызуу да, жакшы уналарда чыгып атат. Лайк басып көрүп туруңуздар. Жылы жазылып туруп ушул Венто 1.8 моно 240 000 сом. Эки номери бар. Азыр эшигин ачып көрөлүчү, жабык экен. Ушундай титан дискада турат. Түсү кара түстө. Кийинки уяктагы уналарды көрсөтөлү. Mercedes 211 Universal 2003 2.7 автомат, басы $7000. Номери бар, дөңгөлөктөрү кышкы. Пробег канчалык калды? 558 000 км көрсөтүп жатат. 558 000 км көрсөтүп жатат. Сидай 2.7 жакшы болду экен. Биз эми бизден алсалай туруңуздар, бияктагы кийинки уналарды көрсөтөйүн. Арасында мындай японский Subaru автоуналар да болуп калат, буларды кошо тартып кетебиз. Subaru Legacy B4 2002 объем $4800. Состояниясы жакшы, дөңгөлөктөрү дагы абалы жакшы экен. Эшиктер дагы платный жабылат. Кийинки бул жакта Mercedes C-шка 95-жылкы 2 объем $2600. Байланыш номери бар, дөңгөлөктөрү кышкы. Жакшы абалда, жакшы дөңгөлөктөр менен Vento 96-жылкы 195 000 сом дейт. Объем кайсы? Эки инжектор кылат экен ошондой. Эки инжектор дейт. Эки объем инжектор, биякта өтө жакшы абалда. Golf 3 96-жылкы 1.8 моно. Дорого аппаратурасы бар экен, 203 000 км жүргөн. Кагаз кичине өтүп коесуз. Кичине. Номери бар экен, басы 250 000 сом дейт. 250 000 сом, дөңгөлөктөрү өтө жакшы. Кийинки бул жакта Nissan Primera Японец 2003-жылкы 2 объем. Басы $3500, номери. Ушул номерге чаластар, азыр ачып көрөлүчү, эшиги ачыкпы. Эшиги жабык, эси бул жака кеткен ошо чайчканы. Андан кийин жакшы абалда Seri түстө Vento. 94 1.8 механика, состояниясы жакшы. Номери бар, басы 210 000 сом. Audi S4 Universal 94-жылкы 2.6, басы 220 000 сом дейт. Мунун эшиги жабык экен азыр, эшиги жабык. Кийинки автомобиль өтөлү. Vento ак түстө 94-жылкы 1.8 механика 210 000 сом. Номери бар, чалып жүрсөңүз болот. Азыр эси ичинде эс алып тур, тоскоолдук кылбайлы, биягынан тартып өтүп кетелели. Эси биякта эс алып атат. Буякта болсо Passat B5 1.6 объемда 98-жылкы бензин 220 000 сом. Бул жерде жакшы абалда Audi A6 автонасы 2003-жылкы 2.5 дизель $3700. Коробкасы автомат, мына эсинин өзүнүн айтуусу боюнча машина состояниясы жакшы. Любой диагнозга барсаң болот дейт. Трассага дагы даяр. Пробег 376 000 км жүргөн. 211 күмүш түсі Mercedes 2.6 объемда
2002 жылғы басы 5,5 мың доллар. Коробкасы автомат. Байланыш номері бар. Дөңгелектері азыр жайқы. Елері ішінде екен, пробеги қаншалық қалды жігіттер? Пробеги 207 мың километр жүрген дейді. Азыр артында бір көріп қойлы, отырыштары көж екен. Бұның не жұмыс бар бұны? Ядас, не жұмыс бар? Не жұмыс бар? Машина, мұндай, вложениясы. Қадырқасында да жұмыс бар деп, қалған жақтары жақшы. Анан кейін бұл жерде дағы бір қара түсті 39-шы кузов BMW-дағы базарға шығып тұр. Бұл да отырыштары кожа, коробкасы механика, мультирол. Үстінде люк тағы бар. 2002 жылғы 3 объем. Басы 4600 доллар. Ең артыңқы номері 62 деген номерде тұрады. Кейінгі бұл жақта тұғандар Жақшабалда Audi S4 автонасы. Дөңгелектері дағы өте қышқы. Жақшабалда алып шығып тұр базарға. Азыр артынан açıp көрелі. Салоны. Пробег сколько сейчас в данный момент? 295. 295 мың километр жүрген дейді. Үстінде люк бар. Состояниясы еме байқап көріңіздер. Балким краскадан шықты, же заводская краскасы. Состояниясы идеал бы, же жасап шықты. Басы 300 мың сом дейді, 91 жылғы 2 объем моно механика. Этот клиенты какие номеры звонит надо? Номер? Да. 0707. Чуть громче. 0707 562 802. А сколько окончательная крайняя цена? 280 мың сом болыш дейді. Mercedes 210 өте Жақшабалда базарға шығып тұр. Жылы 2000, көлемі 2.4 автомат, басы 5,5 мың доллар. Байланыш номері бар. Дөңгелектері ұшындай жайқы дөңгелектер отырады. Азыр бір салонда бір ашып көріп қойлы. Пробег 370 мың километр жүрген кезі. Артыңқы дөңгелектері қышқы екен. Кузовы жақшы қаралған ашады. Onun жанында Passat B3 универсал. 92 жылғы 1.8 механика, расход 7.8, басы 230 мың сом. Андан кейінгі бұл жерде Ford Focus универсал 2003 жылғы 2 объем механика, газ бар екен, газ установка болған, басы 3600 доллар. Стеклоподъемниктер электрсіз екен. Автоматически көтеріп жауады. Дөңгелектері қышқы, состояниясы жақсы. Оның жанында дағы бір Audi A6-ді көріп кетейін тұғандар. Ұшылдағы Жақшабалдағыдай көрінді. Кузовы жақсы екен. X8 объемда жылы 2000 болуш керек, басы 3500 доллар. Дөңгелектері қышқы. Көк түсті Opel Vectra автонасы 99 жылғы 2 объем механика 180 мың сом дейді. Байланыш номері бар. Азыр есігі açық екен, бір açып көрелі. Коробкасы механика 5 ступка. Оның жанында Mazda 6, ұшылдағы кузовы жақшы. Азыр артына өтіп көрелі. Артыңқы дөңгелектері қышқы. Коробкасы механика отырыштары кожа. Жылы 2003, 2 объем. 4200 доллар дейді. 4200 доллар. Анан кейін бұл жерде күміш түсті Mitsubishi Space Star 2003, 1.3 бензин, механика 3600 доллар. 3600 доллар. Анан кейін Passat B4 дөңгелектері қышқы жаңы салып тұр. Протектері жақсы.
95-жылғы 1.8 бензин 270 мың сом. Байланыш номері 702 49 44 75 деген номерде. Жашлы түсті Венто 95-жылғы 1.8 механика 290 мың сом. Дөңгелектері қышқы, жақша балда. Дөңгелектері қышқы, жақша бала. Ondan кейін бұл жерде Toyota Avensis көрсетіп кетейін, бұл жерде сода болып тұр. Nissan Tino. Almera Tino автонасы, қара түсті, 2004 жылғы 1.8 механика, $3800. Дөңгелектері қышқы, осыған açık көрелі. Терезе көтергіштері электрический, коробкасы механика. Жоқтан бізде Honda сервіні дағы сұраған қатталушыларымыз болды ле. Дөңгелектері дағы қышқы екен. Сервін көріп қоялы. 2003 жылғы 2 объем. 216 мың километр жүрген. Бағасы $8900. Маяқта Audi 80 B4 92 жылғы 2 объем механика. Басы 230 мың сом. Инжектор. Сіздерді ко? 230 мың сом дейді. Қайсы каналы? Бұл Бишкекке бар YouTube каналы. Бишкекке бар YouTube каналын көріп тұрасыңар оқыры? Болыш қанша болады бұяқты? Болышы? 200 мың сом дейді. Кейінгі бұяқтаға күналарға төз тұғандар, қалыстыға тұрыңыздар. Дағы бір Mercedes C-шка 93 жылғы 1.8 плита мотор, механика, басы $3300. Байланыш номерін жазып тұр. Бұл жақта ұшы Golf 5 автонасын көрсетейін. Күміш түсті 2004 жылғы 1.4 механика, басы $4700. $4700. Азыр дөңгелектері жайық екен. Күзуында сол жағынан қарағанымызда да күзуында жұмысы жоқ екен. Жақша болда. Баяқылы жашлы сервінен ескі күзуы Леверу бұлдағы. Жыл 2000, 2 объем автомат, басы $5500. Дөңгелектері жайқы. Коробкасы автомат. Азыр видео документтерменен сөйлешіп жатыр, тосқол қылбайлы қойылы. Анын жанындағы 124 Mercedes'ті тартайын. 90 жылғы 2.3 коробка автомат 180 мың сом. 180 мың сом. Азыр есі içinde бар екен. Қанша алып яқтың болышы? 160 мың сом. Үстінде люк бар. Туғандар, бұяқта үшін Mazda 323 автонасы шағыр içinde экономичный деп біздегендер болса, таксиге 98 жылғы 1.5 өте срочно дейді, бірақ бағасы $3400. Бағасы $3400. Бұл үшін салона коробкасыдағы автомат. Бұяқта Ford Mondeo автонасы. Дөңгелектері қышқы, көзуында жұмысы жоқ. Қазір ашып көреді, жауыз екен. 2002 1.8 механика. Бағасы тілекке қаршы договор не деп жазып қойып тұр. Кейінгі автонаны көрсетелі. Mazda 3 2005 жылғы 2 объем бензин, коробка механика $4200. Азыр içinde Вели рейс алып тұр. Пробег қанша қалды ба екен? Пробег көрсетті ау? Қанша деді? Біраз түшінместі болып кетті ұшады. Пробег дегенде башқа нәрсені айтып қойды. Кейінгі чығарышты күтіп тұрыңыздар.